Жұртымның бүтінделіп жең жағасы, артуда елдеп өткен ер бағасы, көмейден жыр боп шыққан шер наласы, Қыпшақтың құрбан ата бел баласы. Еңбегі елге сіңіп ерте жастан, өлеңі болған жұрттың ем дауасы. Құрекеңнің қос қызын келін қылған, Қарағанды арқаның кең даласы. Сол арқадан кеп тұрмын ат терлетіп, ас пен тойда жақындар пендарасы. Тойларың құтты болсын, құдаларым, төскейде мал қосылған төрде басы. Қабыл болып марқұмға тие берсін, шайырға шаштылардың берген асы. Әгигәгім, әгигәгім, кім білмес құрбан сынды қаранарды, әрден ойлап жасар әр амалды. Сіңірген перзенттердің өн бойына, тәрбиесі басқадан дараланды. Қазыналы Қарағанды қаласында оқытуды жөн көрген балаларды. 9-ның 8-і біздің жаққа аттаныпты, қолға алып шабаданды. Шеттерінен үздік маман болып шықты, меңгерген небір әйдік салаларды. Құрылысшы, ұстаз, дәргер тағы басқа, әрқайсының өз жолы сараланды. Сол шаһардан кеп тұрмын намыс үшін, қыздырмаққа бүгінгі аламанды. Баллары көтереді деп ойлаймын, Қарағанды жіберген әр адамды. Себебі құрбан ата баллар үшін қадірлі арқадағы қала мәңгі. Тәлім берген әкесі құрбан болса, білім берген әкесі Қарағанды. Әгигәгім, әгигәгім, жазуға дәптер қалам, қол қаламын. Өлеңді өнер үшін қолданамын. Құрекең Бұдабайша толғап өткен, мен құрбан атам құсап толғанамын. Бұл тойға елдің түкпір-түкпірінен оғландар басып жатыр 10 қадамын. Бекарыс, Мұхтар, Рүстем, Аспанбектер, кіл алтын домбыр алған жорғаларың. Алғашқы ақтангерлер Қалиып пен Қамиыптың тыңдадың толғағанын. Дәл мынандай құрамды аудан түгіл, шақыра алмайды Алматы ел ордаларың. Білем алтын домбыраның құрамы да мұндай кіл жүйріктермен толмағанын. Ал бүгін көріп тұрмыз Шиеліде керемет ғажап сәттің орнағанын. Осының өзі айтып тұрған жоқ па, Құрекең осал ақын болмағанын. Әгигәгім, әгигәгім, тойып ап Замираның мантысына, қазақтың жыр арнаған жалпысына. Аспанбектің қызығын көп көрдік қой, таспайын тыңдарманның талқысына. Менімен алғаш рет айтысып ед, 20-ның келген кезде алғысына. Ол кезде орамалмен айтысатын, қыз құсап отбаса да сәл қысыла. Өләдидар деп қашқан Қызылордада, бөлмесінің барғанда дәл тұсына.
Ауылымның жігіттеріне айтам деуші еді, шамасы жетпей жатса жаңғысыла. Жымырғандай отырмай бір орында, адамдай болып кетуші еді сәл қышыма. Ондайыңды қой енді онсыз да деп сұрайды жұрт осы сау кісіма. Қашанғы желпінесің желік қуып, жетпістің де жетіпсің жартысына. Әгигәгім, әгигәгім, әгигәгім. Шоп. Батырға жарасады шекке кірсе, ақынға жараспайды текке жүрсе. Жетпістің жартысына жеттің деген, қайтейін дидар досым бетке күлсе. Оның рас басыма бұл байлағам, баяғының бахадыр бектерінше. Қазақты жырлап өтсем деген ұлымын, басқаларға қызмет еткенімше. 300-ді жырлап өтсем арманым жоқ, 200-дің жартысына жеткенімше. Құр екен бұдабайша толғанғандай, бала бей тоғызында топ жарғандай. Бас идім жетәулие жатқан жерге, жолымды Құдай өзі оңғарғандай. Қазығынан айрылмас еледің ғой, азуынан қанаққан көк жалдардай. Еркек бітіп қалғанда жер бетіне, шырын күлдер қолына рөл далғандай. Ассалаумағалейкум арда қазақ, ұлының ең осалы болған нардай. Шиелінің қызарып атқан таңы, шиенің маңдайына қонған қардай. Қара жер домаланған қалпың қызық, қазынаңды бітірді-ау әркім мүжіп. Кешегі бабалардың ізіменен, ертең бізде қайтармыз шартың дүзіп. Нарқайлар өткен екен бұл далада, сырнайын қолын алса ән туғызып. Құрекеңдер даңғылын жалғастырған, Терегей теңізіне жарқын жүзіп. Әй, осы күннің жастары құбылуда, кешегі сүлейлердің салтын бұзып. Қайран өнерді қол қорлап жатыр олар, қотыр қолға жараспас алтын жүзіп. Кешегі ымырайлар тоққа кірсе, тақым қысып отырған халқы үздігіп. Жақайыптың еліне сәлем бердім, ине біреу болған мен әр түрлі жіп. Қарананға зары болып жатқан кезде, ақ күріштен тастаған тал тұрғызыла. Қалам алса қаламды киіндірген, сөйлейлердің еліне сүйіндім мен. Ағайын өзім қолдап қойсам болды, қарөлерді алшыла үйірдім мен. Бұл елдің әр баласы көк жол еді, бар қазақтың жүрегіне сүйін жүрген. Кешіп өткен шоқайдың мұстафасы, адамзаттың бәріне биік жүрген. Кеңесі үкіметтің біріндегі костюм менен тақия киіп жүрген. Арқанға шиелінің дөбір таңы, дидар қами болыпты жұлып тағы. Екі жұлдыздың болған чемпионы, ағай
кезде даусын бұлбұлдай боп құлылтады. Бірақ қазір футболист болып кеткен жігіттің болады деп шымыркәні. 2 күн бұрын келді бәйге күнға, Дидаржанның айтайын сырын қағы. Ол кезде футбол ойнап жүрген еді, Айдысуға келіпті бүгін тағы. Дидаржан аман есен кеп қалдың ба, кешегі ұлылардың бірін тағы. Оққа қарай жүгірген ағалардың, доққа қарай жүгірген бір ұрпағы. Жасап шиелі заңғараудан, тойылып қанды қанға жалғағаннан. 2 күн бұрын мұнда футбол болды, қазақта қазір бәрі саудаланған. Сол кезде Дидар деген бұл футболист бәйге күнға 1-2 аулап алған. Қарағандыдан келіп командамен Оңғарды да шақырып Павлодардан. Ендеше 1-ші орын құтты болсын, Иранға еппен ұрысып даулап алғанда. Жеңіске боп тұрса да мейман лайық, дауладың деп тақпаңыз Дидар ғайып. Аспан жанау өзіңде білесің ғой, дауласпасаң бермейді Иран ғайып. Мәселе емес, ол жарыс тоқтай берер, бұл досың ел сенімін ақтай келер. 15 жыл бұрын тура осы күні Дидарға берген еді баспайген ел. Көлік мініп қайтқанмын Шиеліден, көрген жандар боп жатса растай берер. Бүгін жақсы ырымға балап тұрмын, қолым соғып елімде қостай берер. Бұлтыңдардың бәйгесін даулап алсам, шаштылар құласына шаппай берер. Әгейгәгім, әгейгәгім, сал сері ән шақын деп шатқан бәйгі, мақтауын досым біздер жаққарнайды. Оғаздай футболшылық қыры бар деп жыр айтты доп тулатқан қақпам жайлы. Менен де жақсы ойнайтын адамдар бар, ашып айтып көрейін ақпар жайды. Мысал ауруханаға бара қалсаң, басыңа орнатады батпан қайғы. Анықтама сұратып 60 түрлі, осыны түгенде деп аттандайды. Сабылтып әр есікке бір жүгіртер, сылтау қып салған ине жаққанмайды. Жолдама ап тұрсаң да о дүниеге, жолдамаң жоқ деп беттен қақпайлайды. Акиматқа барсаң да дәл осындай, тасқа соғып қайтасың ақмаңдайды. Терезеден телміртіп терезеге, құжатты түгенде деп аттандайды. Бір күндік мәселеңді 1 ай созып, шаруасын шешіп ешкім шаттанбайды. Адамның басын доп қып айналдырып, бір-біріне пас беріп нақ қорлайды. Орыс
орыстар мұны футболит ету дейді, теңеуді қалай тура тапқан жайлы. Қысқасы осы жандар тұрған кезде футболистпін деп дидар мақтанбайды. Командада жүргендер емес бізде, кабинетте отқандар қатты ойнайды. Әке болған соң көп балалы, тәртіпке салғырт болған жоқ қадамы. Ақшасы бола тұра балалардың орындала бермеген көп талабы. Қатал тәртіп тұрған соң қадағалап, ешкімнен төмен болған жоқ сабағы. Сол тәрбие бұл күні жеміс беріп, перзенттер өсіп шықты тек саналы. Біздер бүгін бетінен қақпаймыз деп, бетімен жібердік ау көп баланы. Бұл күні сәбилерге қарап тұрсаң, қолынан бір түспейді соткалары. Себебі сотка берсең жылағаны, соска берген секілді тоқталады. Өйткені ата-аналар жалқау боп тұр, әйтпесе жылатпаудың жоқ па малы. Ананың құлағы тыныш болу үшін баланың сөніп жатыр от жанары. Ұзын сөздің қысқасы осы күні, бұл індет бар баланы тоқталады. Құрбанның тәрбиесін қолданбасақ, телефонның құрбаны боп барады. Көтеріп тәрбиенің байрағын дәл, менің де жасар ішкі байламым бар. Бас мәселе баланың тәрбиесі, осыны ойлап жатқан, осыны алып жатқан ойға кім бар? Көк жәшіктен өнеге алып жатыр, бұл күні қайран қыздар, қайран ұлдар. Оларды тәрбиелер уақытың жоқ, бір аптада 2-3 тойларың бар. Олаз десең кредит жабамын деп, 2-3 жұмысқа кіріп қойғаның бар. Ертек айтар әжелер қалмай барат, сериал жаулап алған ойларын дәл. Әженің әңгімесін тыңдап өсіп, әлемге танылмап ет қай ғалымдар. Қазақ үйдің ішінде отырып ақ, қазағымның шығарған қаймағым бар. Зере сөзін зердеге тоқып өскен, бұл сөзге абай сынды айғағым бар. Шоқандардың шоқтығы биік тұрса, артында тұрған жоқ па айғанымдар. Сондықтан осы бастан қамданайық, шықсын десек білімге бай ғалымдар. Бабамен мақтанғанда масқарамыз, жеңгенде өткен күннің майданын бар. Өткенді айтып кеудені ұра бермей, ертеңгі күнге дұрыс сайланыңдар. Бала тәрбиесіне бейжай қарап, шекесі шылқып кеткен қайғауым бар. Бабаңның кім болғаны айта бермей, балаңның кім боларын ойланыңдар. Өмірден көрсе дағы сынақ түрлі, Құрбан ата сан мәрте құлап тұрды. Еңбекке ерте жастан араласып, жанынан жалқаулықты жырақ қылды. Диханшы ұстаз, инженер механик боп, шытынамай бәріне шыдап тұрды. Домбыра мен қаламын қатар ұстап, өлеңмен өміріне шуақ кірді. Ал енді сөзге тартайын Аспанбектей, өмір жұмыс демеген қуат тұлды.
Әйтеуір айтыс қуып арнап айтып ән жерден бір мін жерден бір-ақ мінді. Сегіз қырлы бір сырлы құрекеңді сен өзіңе қылсаншы тұрақ түлгі. Еңбекке ебі келе қолын қоймайтұғын жоқ әлде жігіт бедің бір-ақ қырлы. Жігіт түгіл қыздары бұл ауданның ауыр техникаларды сұрап мінді. Мынау жүр 35-тен асса дағы неше түрлі сылтауды құрап түрлі. Аспанбек мін алады дей алмаймын, Таспанбет қызы мінген тракторды. Бұл мені жұмыссыз деп хабар еткен. Дидар Хами баяғы заман өткен. Ол рас шиелінің даласында кешегі жадырадай анам өткен. Бір аяғы протез болса дағы қартайғанша жүріпті қара көкпен. Мен де сондай ауылдың баласымын. Ауылға сірағандай баға жеткен. Мен де айдау білемін тракторды. Оған да келіп жүр ғой шама көптен. Керек болса айдаймыз комбайнды. Ол деген бізге қиын баға деппен. Ауылда атқа мінген бір баламыз, жанына нұр болатын самал өккен. Трактордың қадірін қайдан білсін, жүретін звездалар самолетпен. Өмір деген адамдар кірген түрме, өлең менің жабысқан бір дертімбе. Дидаржан балаларды жақсы айттыңыз, сол жағдай келеді бірден тілге. Оның рас тикток пен ютуб деген балалардың тәрбиесін түрден туде. Баяғы қалып қойған тәрбие жоқ, қарайтын бір шалменен бірге. Қайран заман құбылып бара жатыр, десе де елімізді гүлден туде. Қостанайда өртеніп 5 сәбиім, 5 тағдыр айналды ғой гүлден күлге. Кешегі талғардағы жағдайда менің бұл жүрегімді мұңды етуде. Шерзаттар шер боранып кете барды, бұл билік жібергесін құл деркінге. Ақын құрбан біреу ғана болғанымен, құрбандар көбеюде күннен күнге. Бұл жердің күліктері кекілді ғой, Алатауды алтаттап секірді ғой. Шаштылар шаппай жүлде береді дейсің, дегендей басыңдакен етіңді ғой. Шиелі деген жерді кім білмейді, әр ұлы биіктікке бекінді ғой. Қандай қылып сыйлайды әр қонағын, өйткені жомарттықпен жетілді ғой. Уранның отаны боп тұрғанымен, қыранның мықтылары жетілді ғой. Ағайын алтын күзім құтты болсын, мұны естіп қой, елімде қуанғаннан секірді ғой. Уранмен дем алатын бұл шиелі, жыранмен ем алатын секілді ғой. Қайран өмір зымырап бара жатқан, тоқтап қалса бәрі де қалады арттан. Қарасына көміліп қара қақпан, кімдерді құлатпаған заманаттан. Қанша таулар кетіпті құмға айналып, орын таппай далиған дала қарттан.
Kara жердің өзü de ауыр емес, аталар тастап кеткен аманаттан. Кешегі нарқайлардың еледі қой, дауысын алталашқа аралатқан. Құрекеңнің жасай бер қалған еді, көлігіне күмістен таға қаққан. Тойларын той қыласын шиелі жұрт, айналдым қасиетті қағанаттан. Құдайым несібесін аямасын, атасына ас берген жамағаттан. Қонақ боп мына 5 күн жалғанына, талайлар сірә кетіп қалмады ма? Жаңа айтысып Ержан мен Айбек ақын, қар өлеңнің сүйенді балдағына. Екеуі шығып алып құда болды, шиелінің келдің деп шаңырағына. Құйрық бауыр асады отырып ап, ұқсайым деп баяғының шалдарына. Айтпақшы Ержан қайда көрінбейді, жаңа ғана жетіп ет арманына. Тағы да 2 арғын келіп отыр, құйрығыңнан 1-2 қалмады ма? Дидаржан мен де дедім, сен де дедің, той десе желмаядай желгеледің. Қазақта шиелідей жер бар мекен, тудырған 41-дей еңбегерін. Хамидың ұрпағының барлық әнші, ұлан ғасыр еді ғой кеншелерің. Балқия деген әнге салған кезде, балбұл жайнап билеушек жеңгелерің. Ямахау деген әні түсініксіз, ініңе үйретсеңші ең керегін. Шоу бизнес дегенің қиын болды, халықтың тонайтығын теңгелерін. Айналайын Дидаржан бір ақылым, шынымен ойлар болсаң ер беделін. Ұлан ғасырды жібер шиеліге, үйткені қасиетін көргеледің. Сол кезде Балқияны ұмытадау, жанына жинап алып ең керегін. Бауырың нағыз нарға айналар ед, нарқайдың жаттап алып термелерін. Аспанбек жан емессің, сән іздеген. Сен айтатын өтірік тәрізді өлең. Комбайн тракторда айдаймын деп. Жансың ау шиелелі нағыз деген. Бірақ өмірін жұмыс істеп көрмегенсің. Айтқан сөзіңнің бәрін аңыз дерем. Аспанбектің еркіне берсеңіздер, ұшақты да айдайды ауызбенен. Өлең қып ел алдында, сөз бастап ел алдында, қылғы бірдан болмайық шын болаттың шынды құрған. Шоу-бизнеста жүретін жанның бәрі түк білмейді деп, басқа ештеңе білмейді деппен жын-жыбырдан. Ұлан ғасыр ініме әннен бұрын үйреткем терме толғау түрлі жырдан. Айтысқа да қосылып 10 жасында сапына жүйріктердің кірді жылдам. Себебі мен ұстазбын, сенде емес.
Өйтемін бейтемін деп мың құбылған Нартайдың мұрасына қанып өскен Қалдырған ұрпағына кіл ғұмырлен Арқадағы ел Нартайды білмейді деген ойыңызға болайын мың құбылған Менің інім жүрсе де шоу бизнесте іргетасы қаланған құнды жырдан Әлтайдың аман жолын ғана емес Нартайдың адал жолын үлгі қылған Көлдей шалқыған сіздерде ел қайда ауасы жұпар аңқыған өзіңдей жер қайда шиеді көңіліңдей кеңгереген өзіңдей төр қайда халықты жырға бөлеген құрбанда ер қайда сүйеді ұлдары батыр мерген сүйеді дейтін ерген құрбанда якын мерген айналайын аман айтыс көрген ажарын жырдың берген қосылып бақа берген Қонаққа жайдырған, қонақжай сүйеді, ақынға үлкен тойлыққан, аман бол дедім, сүйеді. Арқау жырың болғанда, боласың жырларға, өзіңді асыл арқау жырың боп тұрсаң, көшеде тұрған кім, сүйе жүр жұрты сен барда, ақ өркес құрбаның сүйеді. Ұлдары батыр мерген, сүйеді дейтін жерден, құрбанда якын жерден айналайын. Маған жырдың берген, біздерге шабыт берген, қайдағайын. Ән салған нәбижая асылдарша, дидар досым жасайлер қасымдарша. Мен саған өлең айтып отырмын ғой, сендер анау шайда басың қалса. Арыстандық көрсетіп жүрген дұрыс, мысықтай тырнағыңды жасырғанша. Мен трактор кім айтты айдамайды деп. Сөйлейін өлең өмір ғасырларша. Комбайнға да мініп көрген едік, болмайды оған дидар ашылғанша. Бұйырса самолетті үйренеміз, Шиеліден аэропорт ашылғанша. Иранға не дейді ана жақта? Сен үйтіп жаман ойны балалатпа. Әрине бұл айтысқа келгеннен соң қызық болсын деді қой жамағатқа. Қазаққа мұндай айтыс жарасады, күнде көрсе ғой мұндай тамашаны. Қалжыңдап отырмын ғой мен Ирошқа,
әйтпесе сені меңдім таласады. Әйтеуір шиеліде туғандардың басқа өнерпаздардан бағасады. Басқасын айтпағанда шиелінің Иранғайыбының өзі Кенесары. Бұл далада серіде бөрі өткен, талай еңбек шыққан төңіректен. Ағайын осыменен сен аман бол, рекордтарды бұзуға қолы жеткен. Кешегі Жақайыптың сарқарпықтары осынау аққа жайғасатын төрлеткен. Бұйырса келер тойда жолыққанша осындай нұрлы болсын көңіл өткен. Шиелінің қазағы жасай берсін, той-думан кетпесін бұл төңіректен. Қолына қара кетпен ұстап алып, қара жердің бетіне өмір еткен. Ел отыр, зор үмітті ақтаңдар деп, біз отырмыз бақ келел бақтаңдар деп. Иранғайып не деп жатыр деп сұрайсың, ол жақсы сөз айтуға оқталған бет. Тағы да көсілемін деп ойлап ем, ел ойлап қалар оны жаттан дәндеп. Ироштың не дегенін мен айтайын, отырған жоқ жүрсінмін деп мақтанған боп. Құйрық берет деп отқан құдаларың бұйрық беріп отыр ғой тоқтаңдар деп.